бастап Мұхтар Мағауиннің «Шахан шері» романымен танысып жатырмыз. Олай болса, сендерге үй тапсырмасы ретінде «Шахан шері» романы бойынша зерттеушілердің, әдебиетшілердің пікірлерімен танысып, сол бойынша өздерінің ойларını білдіруге тапсырма берілген еді. Ол тапсырманы Padlet.com тақтасында орындауға ұсынылған. Олай болса, қазір мен Padlet.com өзімнің платформамдағы жұмыстарымды ашайық. Кім қандай ой пікір білдіргенін көрейік. Жақсы. Көрініп тұр ғой, Padlet.com'да оқушылардың үй жұмысы ретінде орындаған жұмыстары. Олай болса, мына бірінші жұмыс кімдік екен? Әбіш Кекілбайдың пікірімен. Өзің телефонынан да оқысаң болады ма? Әбіш Кекілбаевтың мына пікірі маған ұнады. «Шахан шері» романы экологияны қорғауға атсалысып жазған ең үздік шығармаларының бірі. Романның ерекшелігі шахан мен жолбарыс образдарын байланыстыра суреттеу арқылы адам мен табиғат арасындағы байланыстың түзілуін көрсетеді. Мен Әбіш Кекілбаевтың пікіріне толықтай келісемін. Бұл пікірде бізге «Шахан шері» шығармасының өте жоғары деңгейде жазылғанын және экологиялық проблеманы қозғайтындығын, адамзат пен табиғат арасындағы теңдікті сақтау және оны бұзбау керектігі жайында жазылады. Жақсы. Жақсы, келесі пікір. Жақсы, айтамын. Шахан өмір сүріп отырған қоғам қатыгез қоғам. Қазақ даласында отырмау саясаты жүріп тұрған кездегі ұлттық нышанын құлдырап тұрған қоғам. Шахан да опасыздыққа итермелеген де, табиғатты азайтқан да осы қоғам. Бұл пікірмен мен келісемін, себебі ондағы заман оңай кездердің бірі болған жоқ. Ондағы адамның табиғатқа деген істері жақсы суреттеледі. Мұндағы қасірет жолбарысы қасірет емес, ол адамның табиғатқа келген қасіреті болып табылады. Жақсы, рахмет. Жазушының өзінің пікірімен жұмыс жасаймыз. Жақсы, келесі. Жақсы, Жансая. Шахан шердегі жолбарыс еркіндіктің, тәуелсіздіктің белгісі. Бірақ қасқыр да, бұғы да, жолбарыс та қанша жерден киелі, асыл саналса да, оларға билік қылатын күш адам. Шерхан Мұртазаның пікірі, жалпы берілген пікірмен мен толықтай келісемін. Не дегенмен жер шарындағы ең саналы есті деген тіршілік иесі адам болғандықтан қанша жерден жыртқыш жандардың тәуелсіз болғанымен бәрібір де адамның күші одан басымырақ болып келеді деп ойлаймын. Жақсы, өте жақсы. Сабила. Мендегі Әбдіжәміл Нұрпейісовтің пікірі, мұнда табиғатта қандай кесірат болса да бәрінде адамдар кінәлі. Ғылыми-техникалық прогрестің жетістігін көз жұмып жіберіп пайдаланып, табиғатқа өз-өзіне зиян келтіріп жатыр емес пе? Осыны түсініп ойланатын адамдар арамызда көп пе? Әбдіжәміл Нұрпейісов. Бұл пікірде Әбдіжәміл Нұрпейісов ғылым мен техниканың даму нәтижесінде адамдардың табиғатқа өз-өздеріне зиян келтіріп жатқандығын, оны түсінетін адамдардың аздығын айтты. Жақсы, рахмет. Бірнеше зерттеушілердің, әдебиетшілердің осындай құнды пікірлерімен таныстық, өзіндік ойларымызды да білдіре алдыңдар. Ал енді бүгінгі сабақта біз Мұхтар Мағауиннің «Шахан шері» романымен жұмысты жалғастырамыз. Жұмысты жалғастырмас бұрын мына суреттерге назар аударсаңыздар. Бүгінгі сабағымызды болжап көрейікші, қандай мақсатта өтетінімізді. Ал Гүлзар. Бұл суреттерге қарап, менің ойымша «Шахан шері» шығармасымен қатар біз Мұхтар Әуезовтің «Көксерек» романымен, повесімен де жұмыс жасайтынымыз көрініп тұр. Себебі біз «Көксерек» романымен алыпта таныс болғанбыз. Көксерек роман ба? Повес. Көксерек пен Құрмаш арасындағы суретті көргендіктен біздің бүгінгі сабағымыз осы екі туындымен жүреді. Байланысты болады. Жақсы. Ал олай болса дұрыс, бір заттың ойы дұрыс екен. Біз бүгінгі сабақта мына оқу мақсаттарымен жұмыс жасаймыз. Көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен
байланыстыру, шығарманы мазмұндас туындылардың үлгілерімен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Тақтада бағалау критерийлері көрсетілген, шығармадан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы өзектілік мәселелермен байланыстыра алады, мазмұндас туындылармен салыстырады, әдеби сын жазады. Біздің алғашқы жұмысымыз қос жазба күнделігі әдісімен жүзеге асады. Топтарыңызда бүгінгі сабақтың қосымша материалдары бар, ресурстары. Қос жазба күнделігін алыңыздар, өздеріңіз мәтін берілген, екі топта да тұр, бөліп алыңыздар, мәтіндері бар. Ал енді жұмысты біз жұптық жұмыс негізінде жасаймыз. Тапсырманы тыңдайық, берілген екі шығарма үзінділерін оқи отырып, екеуіне де ортақ ғаламдық деңгейдегі өзекті мәселелерді төменге берілген кестеге түсіріңіз дейді. Қос жазба күнделігімен жұмыс. Балалар, мәтіндер берілген ресурстар алдыңыздар ма? Екі мәтін берілген. Сіздер неге алмай отырсыздар? Оқып мәтінмен танысайық. Бірінші мәтінді кім? Анай, таныстыршы бірінші мәтінді. Бірінші мәтін көксерек әңгімесінен үзінді. Маңайы қасқырдың ойнағы, жас шөптер басылып тапталып қалған. Жақындағы қарағандарда қасқырдың ақ жүндері көрінеді. Қыстан қалған түбіті қазір де әр жерде сөйтіп жылынып қалып жүр. Індердің орта жерінде екі қалың сасы шайқалып өсіпті. Қазір соның түбінде қысқы жүні әбден түлеп болмаған ақ қасқыр жатыр. Бауырында кішкентай көк күшіктері қыбырлайды. Ертеңіне түсте жат иіс шықты. Алыстан әлде қандай дабырлаған дауыстар естіліп, жақындап келе жатты. Күшіктерді жоталарынан тістеліп, індерге тығып-тығып тастап, ақ қасқыр қараған ішіне кірді. Үн үстіне мүйіз тұяқтар тасырлап дүбірлетіп келді. Айқай дабыр молайды. Бір үстіне бірі келіп жүйін көбейді. Жерге ат үстінен тастаған ағаштар сарт-сарт түсіп жатты. Үн аузына екі аяқтылар жыбырлады. Көргіш көздер үн түбіне қадалды. Күшіктер бірі үстіне бірі үйіліп, бауырын көтеріп қыбырлай алмай, жақын жерде жатыр еді. Жып-жылы мықты тұсаулар мойнынан, жотадан ұстап, бар күшікті сыртқа алып шықты. Жеті күшіктің бесеуін көздеріне қарап отырып өлтірді де, екі кішкенесін тірі қалдырды. Кетерде, оның біреуінің тірсегін қиып қалдырды да, екінші біреуін ең кенжесін алып жүріп кетті. Қалған жалғыз күшікті тістелеп алып, екі қасқыр жоқ болды. Үн қаңырап қалды. Айтуымдан алынышты бұл? Көксерек әңгімесіне. Көксерек ба? Ақ қасқыр туралы. Солай ма? Ал, бұл неден алынды өзіңді? Жақсы, дұрыс екен. Екінші мәтінмен қандай? Сен таныстырып өтсең? Екінші мәтін Шақан шер романынан үзінді. Арқадан қайтқан жар еді. Өзі өте сәтті жас. Екінші мәтін Шақан шер романынан үзінді. Арқадан қайтқан жаз еді. Өте сәтті жас. Шақан іленің етегін ұялы қаншырдан тазартқан. Табу оңай, аңду да оңай. Атып түсіріп тіпті оңай. Қайткенде де жолбарыс перісті Шақан шер үшін машықты кәсіп. Содан соң сая қарландардың соңына түсті. Серік іздеген қаншырдың мауыққан үнімен аңырай шақырады. Баспадан қорғасын оқпен тосып алады. Тіпті жолбарыстың терісін сыпыруға егілетін болды. Жаңа қалаға екі-үшеуін апарып, оқ дәріге молыққан соң артық жұмыс көре бастаған. Ал Шақан өз тірлігінен таймады. Жолбарыс әулетіне қарсы Жан-Жекті соғысын бұдан әрі жалғастырды. Іленің басынан өтіп шебекті бойымен шайының жұтқал сызды қан жайлау қаптаған ел қаншама жұрттың көзіне түсіп, шаршап, шабылып босанған. Бірақ нәтижесіз емес. Жетісуда жолбарыс әулеті тек іленің етегінде ғана қалғанына анық көзі жетті. Әйтсе де дарияның таудан құлаған тармақ салаларына тікендей кеткісі келді. Сол оймен күртіні көрінеді. Жақсы, міне біз екі шығармадан алынған үзіндімен таныстық. Ендеше қос жазба күнделігімен жұпта жұмыс жасаймыз. Көтерілген мәселе ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелер. Жұмыс басталды. Уақыт бір 5 минутқа берейін. Неге назар аударасыңдар, жұмыс бастай беріңіздер. Мына жақта бір үштік бар бізге, я? Кім үштікте жұмыс жасайды? Жақсы. Тапсырманы орындау қадамдарына назар аударыңыздар. Екі шығармада берілген үзінділерді, көтерілген мәселелерді байланыстыра алады.
салыстыра алады, сыни пікір білдіреді. Жұпта жұмыс жасап отырмыз. Жақсы, бізге берілген уақыт тамам болды. Сондықтан қай жұптың жұмысын тыңдаймыз? Кімнен бастайық? Болды, бір минут. Барлық жақта жұмыс аяқталды. Сондықтан өйткені сіздер кері байланыс беруге дайындалушыларыңыз керек, тыңдау керексіздер. Жақсы. Көксерек туындысында көтерілген мәселе. Әңгімеде қасқыр, табиғат, адам арасындағы мәселелер сөз болады және жаратылыстағы адамзат пен табиғат теңсіздігінің қатынас дәрежесін көрсетеді. Көксерек шығармасындағы ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелер. Қазіргі күнде де аң ауласында мәселелер әлі де орын алуда. Осылайша адамзат өздері табиғатқа қайшы келіп, әртүрлі қиындықтар туғызуда. Шақан шері романынан үзінді. Көтерілген мәселе адам мен табиғат арасындағы қарама-қайшылықты қозғайды. Ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселе. Бүгінгі таңда аң аулап жануарлар терісінен киімдер жасау арқылы табиғатпен тепе-теңдікті бұзу өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Жақсы. Анель Жансұлу мен Бекнұрдың үштігіне кері байланысты. Жансая, сендердің жұптарын кері байланыс. Дескрипторда сүйене отыра кері байланыс береміз. Дескриптор алдарыңызда бар. Таратып алыңыздар. Ал. Анельдің үштік жұмысы менің ойымша жақсы деңгейде жасалынған, себебі дескриптор бойынша екі шығармада берілген үзінділерді байланыстыра отырып көтерілген мәселені таба білді. Сонымен қатар екінші кезекте шығармадағы қазіргі таңдағы ғаламдық деңгеймен байланыстыра отырып мәселені толықтай ашты деп ойлаймын. Және де туындыны жеткілікті жоғары деңгейде баяндай алды, салыстыра алды. Жақсы. Енді бұл тұста менің бір келіспейтін дүнием бар. Сыни пікір білдіреді, өзіндік көзқарастары байқалмады. Жақсы. Дескрипторды қолға аламыз да, балдарымызды қойып шығамыз. Жақсы. Мына жақта кімді тыңдасақ? Жоқ. Анель кіммен жұптасы? Жақсы, саяқ. Көксерек шығармасында, көксерек әңгімесінде адамзат пен табиғат арасындағы қасқыр мен адам байланысындағы түрлі қайшылықтарды көрсетеді. Ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелер. Еліміздегі ақ қасқыр санының азаюы, оған дәлел аңшылар мен жеті күшіктің бесеуін атып өлтіруі. Жақсы. Екінші шығарма ол Шақан шері шығармасы. Онда негізгі көтерілген мәселе адам мен табиғаттың байланысы және тартысы мен теңсіздігі, сонымен қатар кегі негізгі көтерілген мәселе болып табылады. Ал ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелерге келсек, ғаламдық мәселелерге еліміздегі шер санының азаюы болып табылады. Және оған мәтінмен дәлел келтіретін болсақ, ол Жетісудағы жолбарыстың тек іле жағасында қалғанын айтуға болады. Жақсы. Анель? Менің ойымша жұмыс жақсы орындалған. Көксерек пен Шақан шері әңгімелерін екеуін жақсы әңгімесін және де Шақан шері романын жақсы салыстыра білді. Үзінділердегі көтерілген мәселені анықтады, жәнедегі ғаламдық деңгейдегі өзекті мәселелерді таба білді. Өзіндік ой, сыни пікір толық болмады. Бірақ алайда мәтіннен мысал келтіре алды. Мен керісінше айтамын. Олардың өзіндік көзқарастары болды. Көзқарастары жақсы. Өйткені тіпті мәтінмен дәлелдей алғаны ерекше көзге түсіп отыр. Жақсы. Осы жұмысты қалай орындадыңдар? Бағалау дескрипторларын қолдарына алып, тапсырманы орындау қадамдары бойынша балдарымды қойып шықсаңдар. Анель, қандай баға қойдық? Өз-өздерге дескриптормен ұстап отырып айта қойшы. 3 балл болды ма? 3 балл. Жақсы. Сендерде балалар? Ау? Қанша балл болды жалпы? 4 балл болды. Жақсы, тамаша. Енді мына бейнебаянға назар аударыңдар. Келесі топтық жұмыс бізде. Ресурсты аламыз, картада орналасқан мәселелерді зерттеу
шақан шері және көксерек туындыларын салыстыра жұмыс жасаймыз. Жұмыс жасау барысында мына тапсырманы орындау қадамдарына назар аударыңыздар. Мәселенің туындау себептерін табасыңдар. Көтерілген мәселенің салдарын анықтайсыңдар. Шешу жолдарын көрсетесіңдер. Автордың көзқарасын көрсетесіңдер. Өз ойларыңды білдіре отырып, автордың мәселені көтерудегі мақсатын анықтайсыңдар. Автордың көздеген аудиториясын көрсетіп, мәселенің тақырыбын табасыңдар. Міне осы қадам бойынша жұмыс жасайтын боласыңдар. Тапсырманы орындауға 7 минут уақыт жете ме? Жетеді, иә? 7 минут уақыт тапсырманы орындауға. Сіздер қай туындыны алдыңдар, балалар? Көксерек. Ал сендер демек шақан шері ма? Жақсы. Топтық жұмыста бүкіл топ мүшелері топтық жұмыста ең негізгісі сол топ сол уақытта топ болады екен. Қандай көмек керек? Сен топтың көзқарасы қандай? Осы мәселе қандай мәселе екен? Міне, соған көзқарастары қандай? Өздерің ойларыңды жазасыңдар топтың ойын. Тағы неге көмек керек? Балалар, топтық жұмыс өз мәресіне жетті. Олай болса, жұмыс өнімдеріңізді іліңіздер. Сол тұста ілсеңдер болады. Неге іліп тұрып, бірден жақсы ілсеңдер болады, ол уақыт кетірмейді. Ал, саяқ. Жақсы. Біз топтық жұмыстың ережесін білеміз ғой, балалар. Жұмыс аяқталған, бір топ жұмыс аяқтағанда екінші топта сол жерде жұмысын үзеді. Бір-бірімізді тыңдаймыз. Өйткені қазір бұл топтық жұмыс кері байланысты шақан шері тобындағы балалар көксерек тобына береді. Көксерек тобы шақан шері тобына кері байланысты дескриптордың қадамдарына сүйене отырып беретін боласыңдар. Бірінші бізге мәселенің туындау себебі бұл шақан шері романы бойынша. Алғашқы бұл автор көтеріп отырған тақырып мәселе. Мұндағы басты мәселе экологиялық проблема мен адамдың табиғат арасындағы теңсіздік болып табылады. Жақсы. Көксеректе Мынау көтерілген мәселе адам мен табиғат арасындағы қарама-қайшылық. Қарама-қайшылық. Жақсы. Көтерілген мәселенің салдары деген түсініп отырмыз ба? Несі ол? Нәтижесі, қорытындысы. Жақсы. Шақан шері. Көтерілген мәселенің салдарына келетін болса, бізде көтерілген мәселе экологиялық теңсіздік болды ғой. Бұның салдарында мысалға шақан шері, бізге берілген шақан шері шығармасын алсақ, онда кек қуған жол бар, шақан шерінің отбасын қырып кетеді. Ал кек қуған шақан одан кейін оның барып отбасын қырып, тек қана бір ғана шөн жеген аман алып қалады. Ол деген сөз экологиялық теңсіздіктің салдары адам өліміне, жануар өліміне алып келді деген. Мәселенің шешімі жаңағы осы деп ойлаймыз. Жақсы. Сонымен көксеректе көтерілген мәселенің салдары қандай болды? Біріншісі табиғаттағы теңсіздіктің бұзылуы, екіншісі ауылдың тыныштығы кетуі, үшіншісі халықтың зардап шегуі. Жақсы. Ары қарай жалғастырамыз. Мәселенің шешу жолдарын көрсетіңдер енді. Біздің тобымызда мәселенің шешу жолдары деп біз білеміз. Біріншіден ол экологиялық теңсіздікті бұзбау деп айтып кеттік. Жаңағы егер де адамдар өзінің ортасында адамдарға лайықты жерде мекен етсе, ал жолбарыстар мысалы өздерінің таулы мекендерінде мекен етсе, онда бұл теңсіздік бұзылмайтын еді. Бұл шығарма
жағада көтерген ең басты мәселе осы. Адамдар бірінші қамыстың арасына барып, жолбарыстың отбасын қырады. Демек, егер де ол жерге бармағанда бұндай мәселе туындамас еді. Бұл дегеніміз, адамдар осы теңсіздікті бұзбауы қажет экологиялық. Жақсы, кеттік, біз ары қарай жалғастырамыз. Қандай шешу жолдарын ұсынып отырсыңдар енді? Көксерек шығармасындағы негізгі проблема ол қарама-қайшылықтың көтерілуі. Осы проблеманы шешу үшін біз ең алдымен табиғат пен адам арасындағы байланысты ұғына отырып, балансты сақтауға тырысуымыз қажет. Не дегенмен ең бірінші көксеректегі осы проблеманың басталуы, жалпы құрмаштың нағашыларының осы жерге қасқырдың жеріне келіп, отбасын бәрін қырып тастап, ең кенжесін алып кетуімен басталады. Сондықтан да осы проблеманы шешу үшін ең алдымен балансты сақтап, әр тіршілік иесінің өзінің өмір сүру ортасының бар екенін ұғынуымыз қажет. Жақсы. Автордың мәселеге көзқарасы. Автор осы романды негізінен экологиялық проблеманы шешу үшін жазған. Ең алғаш Шақан шері туралы мәліметтер табиғат және аңшылық журналында кездеседі. Яғни 1884 жылы Шақан шері жолбарысты аулаған адам деген атпен қалған. Яғни роман шынайы оқиғалар желісінде жазылған. Соған байланысты автор өзінің пікірін осы романда толығымен білдірді. Яғни өзінің көзқарасын роман жазу арқылы экологиялық проблеманы шешу үшін роман жазды. Проблеманы көтеріп отыр, иә? Жарайды, жақсы. Көксеректе автордың көзқарасы қандай болды? Автор тек табиғат және адамның қатынасын ғана емес, сонымен бірге әке мен бала арасындағы текестересті көрсетіп отырып, автор өзінің кері көзқарасын баяндауда. Жақсы. Ал енді топтың осы мәселеге көзқарасы қандай? Топтың Шақан шері. Неге көзат? Басқа балалар сөйлесін. Меніңше қазіргі таңда осы мәселені әлі де өзекті мәселе болып табылады. Және де қазіргі таңда адамдар негізі өзінің еркін жүрген аңдарға қастандық жасау болып табылады. Еркін жүрген аңдарға қастандық болып табылады. Бұл топтың ойы ма? Тағы қосатын бар ма? Бар ма қосатын дүние? Біздің осы мәселеге көзқарасымыз, менің ойымша, біздің ойымызша, осы Мұхтар Мағауиннің Шақан шері шығармасы экологиялық проблеманы өте жақсы көтеріп отыр. Сонымен қатар тек қана бұл шығарма емес, егер де осы жанрдан шығармалар сіздерге ұнайтын болса, экологиялық теңсіздікті тағы да басқа шығармалардан көргілеріңіз келсе, сонымен қатар Джек Лондонның Ағазу шығармасын, сонымен қатар Шыңғыс Айтматовтың Жан-Пида шығармасын оқысаңыздар болады. Бұл шығармалардың барлығы осы жанрда, осы мәселеге арналған туындылар. Оқысаңыздар емес, оқыса болады екен. Жақсы. Кеттік. Көзқарас өздерінің топтарымен. Жалпы табиғат пен адам арасындағы тепе-теңдікті бұзу, аң аулау мұндағы жолбарыс пен көксеректің емес, адамның табиғатқа келген қасіретінен болып табылады. Яғни бұның барлығы адамның табиғатқа жасаған іс-әрекетінен бастау алады. Қазіргі күннің өзінде осындай жайттарды болдырмас үшін адамдар табиғатпен балансты сақтау үшін бірнеше іс-шаралар жүргізілуі тиіс. Дейсіңдер, жақсы. Ал енді осы мәселені автор қандай мақсатта көтеріп отыр екен? Қазақстан жерінде, біздің қазіргі тұрып жатқан Жетісу жерінде шері саны ең көп болған. Яғни Іле жерінде ең алғаш осы Қазақстанда жолбарыстар болады деген деректер кездеседі. Дегенмен 1940 жылы еліміздегі соңғы жолбарыс Жетісуда оққа ұшқан. Автордың көтерген мәселесі, біздің жерімізде жолбарыстар болса да, қазіргі кезде жолбарыстар біздің жерімізде келмейді. Оны адамдар құртты. Яғни жолбарыстың негізінен жоғалып кетуіне адамдар кінәлі. Адамдар кінәлі дейсіздер. Жақсы. Сонымен мәселені көтерудегі автордың мақсаты қандай болды? Мақсаты не? Автор мәселені көтере отырып, осы қоғамдағы өзектілікті аша отырды. Себебі, мысалы, көксерек әңгімесінде, көксерек соңында бәрібір көксерек соңында өзінің иесіне шабуыл жасап, қандай мақал бар осыған орай? Бөлтірікті қанша асылсаң да, ал енді автор қандай аудиторияға көздеп жазып отыр екен? Кімге арнап жазып отыр осы туындыны? Автордың көздеген аудиториясы адамзат пен жануар арасындағы мәселені қозғап отыр. Яғни кімге жазып отыр? Кімге? Бізге жазып
жастарға олардың жасаған мәселені біз жасамауымыз керек. Жақсы. Кімге жазып отыр? Мұхтар Әуезов бұл туындыда. Бүкіл адамзат халқына. Жақсы. Енді автор көтеріп отырған тақырып немесе мәселе? Автордың көтеріп отырған мәселесі жаңадан бері біз талқылап жатқан мәселе, бұл экологиялық мәселе болып табылады, экологиялық теңсіздік. Егер де біз бұл мәселені шешімін тапсақ, браконьерларға жол бермесек, онда ары қарай бұндай мәселе болмасын. Дәл осындай қайғылы жағдайлар болмасын. Жақсы. Ал Көксерек шығармасында да Шахан шері секілді, мұнда да экологиялық теңсіздік, сонымен қатар адамдар арасындағы табиғатқа деген қарама-қайшылық көрсетілген. Жақсы. Жақсы. Кер байланыс берейік дескрипторға сүйене отыра. Кім? Көксерек тобы. Шахан шері туындысын қалай талдап шықты? Шахан шері шығармасын дескриптор қадамдарына сүйене отырып, мен қоса қояйын, немесе алдарыңызда да бар. Ең бірінші мәселенің туындау себебін, Шахан шері шығармасының мәселесін туындау себебін тапты. Сонымен қатар мәселенің салдарын анықтай отырып, оның шешу жолдарын анықтай көрсетті. Сонымен қатар өз ойын қоса отырып, және де көздеген аудиторияны көрсете алды деп ойлаймын. Сонымен қатар Гүлзат Жана басқа шығарманы да салыстырып, өзінің ойын қосты. Сондықтан да бүткіл дескрипторға сай мәселен тақырыбын анықтады ма? Анықтады. Жақсы. Кім? Гүлзат па? Жақсы. Көксерек тобына. Мұхтар Әуезовтың Көксерек шығармасын менің ойымша бірінші топ өте жақсы, біздің ойымызша жақсы талдап шықты. Әсіресе олардың бұл шығармадағы мәселені себебін анықтауы, көтерілген мәселенің салдарын, сонымен қатар оның шешу жолдарын көрсетті. Автордың көзқарасымен олар сонымен қатар өздерінің көзқарастарын білдіре алды. Автордың мәселені көтерудегі мақсатын, көздеген аудиторияны білдіре алғандықтан біз оларға жоғары баға қойдық. Жақсы, рахмет. Дескриптор қадамдарына сүйене отырып, әрқайсыларын топта қалай жұмыс жасадыңдар, бал қойып шығамыз, отырамыз. Себебі мынандай мәселелерді байқадым мен. Екіншіден бізге көтерілген мәселенің салдарын, нәтижесін анықтайды дегенде, мен сәл болса түсінбей, кеспейтін түсінім бар. Ол жерде, мысалы, мынандай мәселе айтылды. Шахан шері өзі барып, жолбарыстарға шабуыл жасады, қамыстың арасына барып мекендеп дейсің. Менің ойымды дұрыс түсінбедіңіз. Өйткені шығарма басталмас бұрын бізге мынандай түсі беріледі. Бұл жерде Шахан шері емес, Шахан шеріге дейін сол аймақты қамыстың арасында мекен еткен адамдар болды. Мен солар жайлы едім. Мен онда түсінбеушілік болды. Жақсы. Келесі келіспейтін жағдайым болды, бірақ қазіргі неден соң түсіндім. Жақсы. Шешу жолдарын көрсетеді. Үшінші не бойынша, я? Осыда да бір нәрсемен келіспеппін. Шешу жолдарын көрсетеді дегенде. Қандай шешу жолдарын көрсетіледі? Дер осы топтағылар. Біз экологиялық проблеманы шешу үшін біздің ойымызша адамзат мысалға өзінің ортасында мекен ету керек деген секілді. Олардың ортасы дегенде қалай халықтар мекен ететін осындай жер бар ғой. Біз мысалға жабайы аңдармен бірге, қасқырлармен, жолбарыстармен бірге мекен ете алмаймыз. Біздің табиғатымыз бөлек, олардың да жаратылысы бөлек. Олардың ордасы халықтың ауылдың арасы емес, ауылдың емес, менің ойымша таудың арасы. Жақсы, болды, түсіндім, рахмет. Екеуміздің, шәкіртім екеуміздің арамыздағы дебат деп қабылдасаңыздар болады. Балды қойып шықтық. Сонымен, кім, андай, қанша болды бал? Кезекейік. 8 бал. Жақсы. Топ мүшелерінің барлығының балы солай бола ма? Әнел, сіздің қолыңызда, егер де топтың бір мүшесі дұрыс сабаққа, осы тақырыптың ашылуына дұрыс жұмыс айта алмаса, өз ойын білдіре алмаса, ол оқушыға балды қоймауыңызға да болады. Сондықтан уақытыңыз бар, барлығына қойып шығыңыз. Мына топта да біздер дәл солай. Кімнің ойы нақты болмады, немесе топта кім өз ойын нақты білдіре алмаса, ол оқушы бал алмаса да болады. Түсінікті қойып шығасыз. Келесі тапсырма бұл жеке
Әдеби сынды жазу барысында мына тіркестерді қолдануға болады. Әдебиет үлгілерімен салыстырар болса, қазақ әдебиетіндегі шығармалар қатарында прозалық туынды үлгісі, шындықты бүкпесі жеткізуде, шығарманың тарихи және көркемдік құндылығына қатысты өзіндік ерекшелігі, табиғат заңдылығы. Осы сөз тіркестерін қолдануымыз керек. Ал енді үзіндіні жазып бастадық, уақыттар өте аз. Үзіндіні бізге кім оқып таныстырады? Ал Зарина, жылдамырақ дауысында қаттырақ шығарып, үшінші тапсырма романда Тәңір Тағаланың құдіретті тәрбиемен жаратылған. 18 ғаламда бас аттық бір нәрсе жоқ. Қара жерде қыбырлаған құмырсқадан көк аспанда шарықтаған қыранға дейін, су сүзген балықтан шөл кешкен құланға дейін қилы кейіпті. Қаншама мақұлқат бар екен, соның бәрінің өз несібесі, өз орны болса керек. Хақ-тағалар біріне бірін серпестіріп, біріне бірін бақтырып қойған, бірақ түк иесі адам. Ендеше орныңды біл, қарауындағы жан-жануарға жазықсыз жаға шектірме. Жолбарыс Іләйманның бұрыннан мекен деген жыртқыш. Жолбарыс бұл мекенде өсіп-өніп тіршілік заңымен ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан. Өмір жорасымен киесілі несібесін жеп, кең алқапты еркін басып, еркін аралап жер басып жүріп жатқан. Ол мекеннің тыныштығын адам бұзды. Ол адам елден безінді, елін жатсанды. Ақыр аяғы отбасы жыртқыштың жемтігі болды. Тыныш жатқан жыланның құйрығын басқа. Демекші, кек-кекке жетелейді екен. Жауыздық кек, жауыздыққа ғана. Жақсы, осы үзіндіні пайдалана отырып, әдеби сын жазамыз. Сөзді шектемей, ойларыңызды жеткізе алу деңгейлеріңізге қарайсыздар. Сонан кейін әдеби сын болғанда мақала ретінде жазсаңдар да болады. Жақсы. Тапсырманы орындау қадамдары тақтада, әрі әрқайсыларының алдарында да бар. Жақсы. Екі топтан бір-бір оқушы кім қорғай алады? Өздерінің жазған сын жұмыстарын. Бар ма ондай оқушылар? Ал Гүлзат кеттік. Бізге берілген сөздеріміз адамзатты табиғат жаратылысында өз орнынан өз мекенін білуге керектігі. Бұл романда тыныштықты бұзған, тыныш жатқан жыланның құйрығын басқан адамзат баласы, егер де бұндағы менің сыни көзқарасым, егер де адамзат өз орнында, өз мекенінде жабайы жануарларға ешқандай қиянат жасамай мекен етсе, браконьерлардың ықпалына ермесе, онда табиғи осы баланс өз қалпында қалады деген ойым бар. Жақсы. Мына берілген тіркестер қолданылды ма? Қолданылды ма? Мен осы тіркестерді естімедім. Жақсы. Жансая ма? Анель ма? Ал, Жансая. Қазақ әдебиетіндегі шығармалар арасында өзінің тәрбиелік мәні мен шындықты қозғаған Шақан шері мен Көксерек туындылары. Шындықты бүкпесі жеткізе отырып, шығармаларда адам бойындағы жағымсыз кеп қасиетін кейіпкерлер арқылы автор жеткізе отырды. Жалпы осы шығарма жайында айтар болсам, көркемдік құндылығы жағынан өте ерекше болып табылады. Себебі мұнда негізгі адам бойында қасиеттер қозғалғандықтан, осы қазіргі таңда өзекті мәселенің бірі болып табылады деп ойлаймын. Және шығармадағы Шақан шерінің бейнесі осы кек-кекке жетелейді деген тіркеспен толық үйлесімді болып табылады. Себебі кектің соңынан қуған Шақан өзінің өмірін, бүткіл тіршілікті ұмытып, кек соңынан қуалап, ақыры оның соңында ешқандай ләззат та алмайды, тек өмірі қайғыға толы болып табылады. Сондықтан да қорытындылай келе, кектің соңынан қуған адам бақытын таппайды. Сондықтан осы кекті тудырмас үшін ең алдымен экологиялық теңдікті және де әр тіршілік иесінің өзінің ортасын сақтауымыз керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Ал эссе әдеби сын бойынша өздерін тек қана қазіргі кезде Жансая мен Гүлзат қана бағалайды өз-өздерін. Бірақ мен бір нені көрмей отырмын, осында қолдануға берілген тіркестерді қыздар жұмыстарына
жұмыстарында қолданбады, соған минус 1 болады, қалған несіне 4 балл қойсаңдар болады. Мына жерде бір нені менде ұмытасап кетті, негізі 5 болу керек еді ғой. Жақсы балалар. Ал енді балды санайық. Балды санайық. Балды санап отырмыз. Және де жаңа мен ссылка салдым. Балалар тыңдайық. Ссылка салдым. Неге? Jamboard Google картасында. Сол бойынша сабақта алған 3 маңызды ақпарат, қиындық келтірген 2 мәселе, сабақта ұнаған бір аспект бойынша өз ойларыңды білдірсеңдер, біреуіне ғана жазсаңдар болады. Жарай ма? Қазір мен ашайын. Ал әлі де бір ғана аспектісін қарастырмай тұрғандар болады, балалар. Кім сізіп отыр, сызбаймыз, жазамыз. Жазалмай отыр ма? Ана, стикерді аласыңдар. Мына шетте тұр ғой. Стикер. Стикерді алып жатырсыздар. Мына создать стикер деген тұр ғой. Соны аласыңдар, ручканы аласыңдар, жазасыңдар. Жазыла ма? Үш маңызды ақпарат. Шахан шері мен осы көксерек әңгімесін салыстыра отырып, олар ғаламдық мәселеге өзектілігін анықтап береді. Екінші ақпарат, олардағы көтерілген мәселені анықтау. Үшінші ақпарат, сол мәселелерді шешу жолын анықтау болып табылады. Қиындық келтірген мәселе, әдеби сын жазу кішігірім қиындық келтірді. Сабақта ұнаған бір аспект маған осы көтерілген мәселені шешу жолдарын анықтау болып табылады. Жақсы, рахмет, жақсы. Бар ма? Жазылдырылған ғаламдық өзекті мәселені анықтау, бүгінгі сабақта алған негізгі 3 ақпарат деп жазып жатыр. Жаза бересіңдер, жарай ма? Мен оқимын, бірақ негізден анализдің жұмысын тыңдадым, біреулер артықсыз тастап отыр, артықсызбаймыз. Сабақтың несіне келер болсақ, балды есептейікші балалар. Балды есептейміз, әрқайсыларымыз. Қанша бал болды? Жалпы біз көпшілердің балын айтатын болсақ, Гүлзат 15 балл, Анел 12 балл, Нарима 11 балл, Сабина 38 балл. Жақсы. Сендер топта кім есептейді? Әмел. Жансаяда 14 балл. Шынайы есептейміз, ама. Жансаяда 14 балл, Алинада 10 балл, Бекнұрда 9 балл, менде 11 балл, Жансуда 10 балл. Жақсы. Ал енді балды бағаға айналдырамыз. 14 пен 16 бал аралығы 5, 10 мен 13 бал аралығы 4, 4 пен 9 бал алғандар 3. Сонымен қандай бал алдық? Бекзат, тез-тез айтасаңыз, комментарий ештен келмейміз, бағадан айтамыз. Амин. Аха, Саят. Аха, Сабина. 4. Айкен 4 бар. Сәл келісім келмейтін жағдайларында бар бұл жақта. Өйткені сынды жазған жоқсыңдар. 4 шығалмайтын сияқты, сын жазылған жоқ қой өйткені. Жаңа Сабинаның айтқан балы мен сендердің балдарының арасында айырмашылық болып тұр. Жақсы. Амин, сендерде? Менде 4. Аха, 3. Аха, 4, 5. Жақсы. Жақсы балалар. Үй тапсырмасын алайық. Үйге біз осымен Шахан шері романымен жұмысты аяқтадық. Үйге Шыңғыс Айтматовтың өмірі мен шығармашылығы туралы іздену, танысу, Шыңғыс Айтматов туралы айтылған ой пікірлерді жазу, сол бойынша өзінің ой пікірлерін білдіру. Енді сабақтың соңында мынандай Мұхтар Әуезовтің философиялық, Мұхтар Мағауиннің философиялық ойымен аяқтасам деймін. Шахан шеріде, ей ағайын, өзіміз тіршілік етіп отырған мынау жер үстінде табиғатты тұмса қалпында сақтайық. Жер, су, тау, тас, өзен көлдерге аң, құс, жан-жануар атаулыға қамқор көзбен қарайық та деген азаматтық шырқау үн бар. Жаппай жыртып, жандыра өртеп, шабыла құртуды қояйық та қалайық деген азан салған ашайқай асқақ мұрат бар. Адамдардың, әсіресе еңбек адамдарының көңілдеріне қаяу салмайық, ұлттық сипатымызды жоймайық деген қуатты үн жатыр. Міне осылайша Мұхтар Мағауин философиялық ой түйіндейді. Жақсы сабаққа қатысқандарына рахмет. Сау саламатта болыңдар.